Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен мигрен ауруы туралы әңгіме қыламыз. Мигрен ауруы бұл бастың қатты ауруы болып есептеледі. Қанша цитрамон, парацетамол ішсеңіз де, аспирин ішсеңіз де, қандай бас ауруға ішкен таблеткаларыңызда әсері болмайды. Бұл бас ауруы әдетте бастың бір жағында қатты соғатын сипатталады. Жарыққа, дыбысқа, иіске сезімталдық болады. Бір кәдімгідей қатты музыканы қойып қойсаңыз да, ойбай өшірші, басым ауырып жатыр деп айтып кетеді ғой. Тура сондай жағдайда болады. Шаршау, тітіркену, зейіннің төмендеуі болады. Мигреннің түрлері көп. Аурасыз мигрен, аурамен мигрен, созылмалы мигрен. Созылмалы мигренде айына 15 күн бас ауырайды, 15 күн жақсы жүресіз. Тура сондай бөліп алады ғой кәдімгідей. Кейін менструальды мигрен. Бұны білген шығарсыздар. Бұл етеккір кезіндегі басталатын бас ауру деп аталады. Мен сіздерге өте пайдалы ақпарат айтайын деп отырмын. Дайындап көріңіздер, өте керемет. Бізге керек болады мейіз. Бұл әрбіреуіміздің үйімізде болады ғой, мейіз. Сосын қара бұрыш, ұнтақталмаған қара бұрыш. 5 мейіз азанда жейіледі, 5 мейіз кешке жейіледі. Аш қарынға. Қараңыздар, бұл қалай дайындалады. Бізге 5 мейіз, 5 бұрыш керек болады. Ұнтақталмаған, жаңа айтқанымдай. Сосын қараңыздар, бұны тура осылай мейіз көрсеткенімде мейіздің ішіне саламыз да, сосын жейміз. Бұл өте керемет. Басында қышқылдау болып, ашшілеу болады. Сосын үйреністі. Бұны бар ғой, айтайын, 1 ай тоқтатпай, азанда кешке дәл осындай қылып жесеңіздер, өте керемет пайдасын береді. Мигрен деген вообще жоқ болады. Сосын аяқ қол мұздайды ғой, соларға да өте жақсы керемет пайдасын тигізеді. Ал сіздерге ем болсын, істеп көріңіздер. Мигренді бұл осы нені ішкен кезіңізде, жеген кезіңізде мейіз бен бұрышты осы екеуін араластырып жегеннен кейін артынша араластырып су ішіп отырыңыздар. Өте пайдасы күшті, керемет. Ем болсын сіздерге. Ауырмаңыздар. Ауырып, ем іздегенше ауырмай әрекет жасаған дұрыс негізі.